Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Наурыз мерекесі құтты болсын, қазағымыздың жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылда жаңа энергия келіп, өмірімізде жаңа трансформациялар болып, мынау эволюцияның ағымына ілесіп, дамуға үлкен мүмкіндіктер болуын нәсіп етсін. Енді біз жалпы осы эволюция, иерархия деген түсініктер, карма, бұл адам өміріне не үшін маңызды, бұлардың қандай бір-бірімен байланысы бар, не себепті біздің қазақ ата-бабамыз үлкенді сыйла, табиғатқа көңіл бөл, жануарлардың киесі бар атпа, даланың да, шөптің де, жердің де киесі бар, ешкімге ештеңеге қиянат жасама деп наным тыйымдарды көп айтып кетті. Соны ғылыми тілде кітап желісімен айтып беріп отыратын боламын. Енді бұл менің айтып жүргендерімнің бәрі бұрынғы осы тылсым әлем бізге сырын ашпай тұрған кезде, бұның бәрін біз физикалық денемізді тастап өлгеннен кейін анау астраль дүниесіне барған кезде, сол жақта ғалам кітапханасы деген болған. Сол ғалам кітапханасында кітапханадан кітаптар алып оқып, өзіміздің жаратылыс жайлы білімдерді алғанбыз. Одан кейін сол жерде бізде түсінбеген сұрақтарымызға жауап беретін ұстаздар болған. Сол ұстаздар арқылы білім жинап, сана жинап, одан кейін не үшін мейіріммен қарау керек екенін бәрін біліп, ары қарай ментал әлемге өтіп, келесі өмірге дайындалатын болғанбыз. Енді қазір өткен жолда айтып кеттім, біз енді осы физикалық денемізде вознесение жасай береміз, астральный мирға барамыз, одан сол білімдерді аламыз, ары қарай өзімізді рухани дамыту арқылы рух деңгейіне жетіп, рухымызбен бірігіп, рух дәрежесінде ойлайтын боламыз, рухы арқылы сезінетін боламыз. Бұның барлық жолдың мәнісі сол. Енді дәрігер ретінде айтып кететінім, қазір соңғы уақытта ауру тым өте көп, шегі жоқ. Бұрынғыдан бірнеше есе көп болып кетті. Ол аурулар бір ем алғанмен емделмейді. Созылады, ары қарай до конца болмайды, кейде осложнение береді. Кабинеттен кабинет, организациядан организацияда жүгіріп жүресіз. Егер соңғы операциямен бітсе, операциядан кейін де жазылу қиын болады. Міндетті түрде сіздің сол сабағыңызды түсінбеген кезде сол операцияның орнында су жиналады, гематома болып қалуы мүмкін, қан жиналып, болмаса іріңдеп кетуі де мүмкін. Сіз ойлағаннан өте кеш жазылады олар. Сол себепті қазір бүкіл ауруды Құдайдың бізге деген белгісі ретінде қабылдаңыз. Мен қандай кармамды өтемей жатырмын? Мен төменгі астралдағы екі әлем ортасында қалып қалған жандарымды көтердім ба? Мен өзімнің кім екенімді зерттедім ба? Бұл аурудың белгісімен маған Құдай қандай белгі беріп отыр екен? Мен ары қарай не істейін, не зерттейін, миссиямды дұрыс орындамай жатқан шығармын деп сұрақтар қойып өзіңізге ізденіңіз. Сіз кешке дейін ол дәрігерді жамандап, қарғап сілегеннен ештеңе өзгермейді. Өзгереді сіз ол кісілердің жасаған еңбегіне қиянат жасау арқылы сөзіңізбен, ойыңызбен ол кісінің өзінің жаман кармаларын өзіңізге тартып аласыз. Ол сізге 2 есе, 3 есе зиян болып келеді. Сол себепті бұл ауру маған не үшін беріліп тұр? Мен бұнымен нені түсінуім керек? Қандай миссиямды мен дұрыс орындамай жатырмын деген осы сұрақтарды қою арқылы соны қойыңыз. Одан кейін психосоматикасы интернетте толып тұр, соны көріңіз, қандай белгі беріп жатыр екен деп. Одан кейін оның бәрін істеп қойсаңыз, ұйқыны дұрыстаңыз, таңертең ерте тұрып жүріңіз, тәтті мучной тағамдарды рационнан алыңыз, ешкімге ренжімеңіз, ешкімнің сыртынан сөйлемеңіз, эмоцияларыңызды дұрыс басқарып үйреніңіз. Содан кейін барып дәрігерге жалоба айтып, егер оның дұрыс емдемей жатқанын айтсаңыз болады. Оған дейін сіз өзіңізбен жұмыс жасайсыз. Бірінші өзіңіздің
ішкі дүниеңізді реттейсіз. Ішкі дүниеңіз реттелмей, ол ауру қанша ем алсаңыз да, қандай дәрі ішсеңіз де дұрысталмайды. Медицина түбегейлі бұйыртса, алдағы 10 жылдықтың көлемінде түбегейлі өзгереді. Система да өзгереді. Өйткені бұның бәрі бұрынғы система, бұрынғы ескі дәуірдегі системалар. Бұлардың бәрі уже тығырығына жетіп, жаңа медицина келеді. Энергиямен емдейтін, шөп дәрілермен емдейтін, сөзбен, оймен емдейтінге дейін дәрежеге жетеміз. Адамдардың санасы ашылып, жүрегі ашылған кезде, осындай даже өзіңіз үйде отырып өз-өзіңізді емдейтіндей жағдайға жетеміз, Құдай бұйыртса. Соған жайлап біртіндеп келе жатырмыз. Менің сол еңбек жолымда жүріп келіп, түбінің басқа, бұл медицинаның тамыры басқа екенін мен түсініп, осы жолды таңдап, осы жолмен енді анау традиционный медицина, нетрадиционный медицина және тылсым әлемнің ақпараттарын бәрін қосып, жүйелі комплексный подход дейміз ғой, науқастарға комплексный подход жасайтындай деңгейге жетуіміз керек. Біртіндеп ол дәрігерлер де енді оқиды, өздерін зерттейді. Ары қарай ол кісілерде осындай энергиямен емдейтін, шөп дәрімен емдейтін, тағамдармен ғана, ұйқыңызды реттеп қана емдейтін деңгейге барлығы келеді. Біртіндеп келіп жатыр. Көш жүре түзеледі дегенді білесіздер ғой. Ол бірден бір күнде алады, бір күнде ештеңе өзгеріп кетпейді. Біртіндеп көштегі бірнеше дәрігер, мысалы, топ бастап келе жатырмыз, Құдай бұйыртса. Сол артымыздан ақырындап ол дәрігерлер келеді. Бәрі өзгереді. Бұдан былай ештеңе бұрынғыдай болмайды. Жүйе, ескірген жүйе тозығы жетіп, ол өз несін аяқтайды. Соған осы екі ортада ескіні жауып, жаңаға көшумен екі ортада переход деп аталады. Сол переход кезде біздің кішкене қиналып атқанымыз сол. Бұрынғыдай жұмыс істей алмайсың. Бұрынғы жүйелермен жұмыс істеп те ақша көп келіп атқан жоқ көп адамдарға. Жаңаша не істерін білмей ойланып отыр. Адамдардың бәрі тығырыққа тіреліп отыр. Когда олар өздерін ізденіп бастайды, оларға жаңа, бұрынғыдан да мощнее, күшті жаңа жол ашылады. Сол жаңа жолға бәріміз ұмтылуымыз керек, бәріміз әрекет жасауымыз керек. Енді айттым ғой мен жаңа, бұл ғылымдардың бәрі бұрын оқитын болғанбыз. Және де бұл мен өзім де таңғалдым, басында түсінбедім. Мен барлығымыз іште қасарысу, біздің бірінші сана ақылымыз қасарсады. Ми әбден только выживать етіп, проблемада өмір сүріп қалған миымыз ана жаңалыққа бізді жібергісі келмейді иногда. Қасарысып, жоқ, менікі ғана дұрыс, қайдағы бірдеңені айтып кетті, что-то бұлар дұрыс емес, таныс емес нәрсе деп ми қасарсады. Жаңа ақпарат естіген кезіңізде ми міндетті түрде қасарсады. Бірақ та жүрегімізде біздің жанымыз, рухымыз бар ғой. Ол рухымыз, жанымыз тыпыршып, мазасызданып бастайды. Сол себепті жүрек арқылы импульс береді, сезім келеді. Что-то аналар айтатқандар дұрыс сияқты ма, бір жаныма жағып жатыр. Таныс емес болса да жаныма жағып жатыр деген сезімдер келеді. Сол үшін барлықтарыңызға логиканы, ақылды кішкене кідіртіп, тоқтатып, жүрекпен сезініп, жүрегіңізді тыңдап үйреніңіз. Жүрегіңіздің берген белгілерін қабылдай білу дәрежеге біз жеткен кезде, кім не айтады, кім қандай ақпарат айтады, ол сіз үшін жүрегіңіздің үндеуі ғана дұрыс болады. Біреу үшін ол дұрыс емес нәрсе болуы мүмкін, бірақ сіз үшін ол дұрыс нәрсе болуы мүмкін. Одан кейін соңғы кезде білесіздер, сетевой маркетинг қаптап кетті. Одан діни ағымдар, секталар бар, олар қаптап кетті. Олардың бізге жат, сол арабтың салт дәстүрі деген сияқты, әркімнің салт дәстүрін әкеп бізге жат нәрселердің бәрін тыққан кезде біз шатасып қалдық уже. Шатасып, қай жақты кімді тыңдарын білмейсің. Сосын соның арасында шынайы ақиқат ақпараттарда айтылып жатқан кезде, ой қойшы, инфобизнестің сигандары ғой, не деген бітпейтін, әйтеуір бізді өздерінің топтарына кіргізгісі келіп жатыр, біздің үстімізден ақша тапқысы келіп жатыр деген сияқты шынайы ақиқат пен жалған ақиқаттардың, жалған өтіріктердің ара жігін ажырату қиын болып жатыр. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз мынау тікелей эмоцияға беріліп, тікелей оймен
ақылмен логикамен бәрін шешпей критический мышление дейді, яғни сыни көзқараспен қарап үйренуіміз керек. Неге ол енді ақпарат деген толып жатқан кезде ненің дұрыс ненің бұрыс екенін түсінбей жатқан кезде бізге сол баяғы өзіміздің қазағымыздың ырым нанымдары, салт дәстүрлері келіп көмектеседі. Сол көп байқайсыздар ма, атасы мен әжесінің қолында өскен балалар еркін өседі. Оларды сол бұрынғы немен, қазақи немен тәрбиелеген, оларға еркіндік берген. Сен менің құндызымсың, жұлдызымсың деп бәрін еркелеп, сен нағыз ақылды баласың деп оларды өзіне сенуге үйреткен атасы мен апасы. Сол себепті ол балалар қазір көп жетістікке жетіп жатыр. Өйткені олар өздеріне сенеді. Өздерінің сырттағы өсек әңгімеге емес, сырттағы оған артылған оскорбление, өсектердің олар елемейді де. Өйткені олардың ата әжесі оларға құндылықты бойына құйып берген. Сен құндысың, сен біз үшін бағалысың. Басқалар не десе о дей берсін, сен біз үшін өте маңыздысың деген түсінікті оларға қалыптастырып берген. Сол себепті олар өздеріне өте сенімді, және де ары қарай білімін алса, ол Құдайдың біз сүйікті жаратылысы екенімізді білім арқылы түсінсе, онда өзіне деген сенімділігі вообще артады. Ары қарай өте сенімді азаматша болып өсіп келеді. Содан кейін қазіргі біздің балаларымыз да байқап жатсыздар, біз сияқты емес, біздің айтқанымызды тыңдамайды, өздерінің дегенін істейді, өздерінің қалауларын істейді. Сізге ұнамай тұрса да ол өз дегенін істейді. Бір жағынан олардікі дұрыс, өйткені олар бізді өмірге үйретіп жатыр. Поэтому оларға көп көңіл бөліп, оны тәрбиелеймін дегенше, өзімізді тәрбиелейік, өзіміздің санамызды ашайық, өзіміздің кім екенімізді зерттейік. Соның бәрін түсінген кезде ол бала автоматом сіз не істейсіз, соны істейді. Және де бір нәрсені ұмытпайық. Сіздің қазіргі жасаған таңдауыңыз сіздің ғана таңдауыңыз емес. Сіздің ойыңыз, сөзіңіз, іс-әрекетіңіз және сезімдеріңіз, бұның бәрі біздің ДНК-мызда жазылады. Сол ДНК-ны сіз балаңызға бересіз, балаңыз баласына береді. Осылай ол 7 поколенияға өтеді. Сіз ертең 7 поколенияңыздың бәрі сіздің істегеніңізге жауап бергенін немесе сол іс-қылықтарыңызды қайталағанын қаламайтын болсаңыз, бүгіннен бастап өзіңізді тәртіпке келтіріңіз, ойыңызды жөндеңіз, өзгертіңіз. Жалпы мынау орта жастағылар, қазіргі бір 60-65-ке дейінгі жастағы адамдар, біз қиын уақытқа тура келіп қалдық. Өйткені ескіні біз жоюымыз керек, жаңаға жол ашуымыз керек. Біздің ұрпақтарымызға жол көрсетуіміз керек. Сол себепті бізге кішкене ауырлау тиіп жатыр. Ничего страшного, зато біз 7 ұрпағымызға таза энергияны беріп, жолды ашып кетеміз. Ол деген колоссальный үлкен жұмыс. Сол себепті бұны көбінесе әйелдер жасайды. Әйелдер кешке дейін үйді сыпырып, ыдыс жуудан нәтиже жоқ. Ол қайталана береді, жалықтырып жіберетін жұмыс. Мүмкіндік болса, кішкене делегировать етіңіз, шамаңыз келіп жатса, балаларға беріңіз. Болмаса, мүмкіндігіңіз болып жатса, адам жалдаңыз деген сияқты. Болмаса, ыдыс жуатын машина алыңыз. Каким-то образом бұл ситуациядан шығуға әрекет жасаңыз. Сөйтіп өзіңіздің біліміңізге көбірек уақыт, өзіңізге көбірек уақыт және қаражат, энергия жұмсаңыз. Өйткені сізден зависит, целый әулеттің жағдайы сіздің біліміңізден, сіздің санаңыздан, сіздің жүректегі сезімдеріңізден тәуелді болып тұр. Сол себепті бір нәрсені шұқылап неғыла бермей. Бұйыртса, 4-5 жылдың ішінде роботтар да өмірге келеді. Ол үй тірлігі бірнеше жылдан кейін актуальны болмай қалады. Актуальны болады сіздің даналығыңыз. Баяғы біздің қазағымыздың дана әйелдері қандай болған, сол даналық қайтадан келе жатырмыз. Яғни біз жүріп өткен жолымызды қайтадан артқа жүріп жатырмыз. Артқа мынау точка возврата дейді ғой, сол неге нүктеге келіп, қайтадан артқа қарай кетіп бара жатырмыз. Бұны эволюция, иерархияны түсінген кезде, бұл нәрсенің мәнін түсінетін боласыздар. Енді мен сіздерге тіршіліктің айналым заңы дейміз. Тіршіліктің айналым заңы. Енді орыстар көп айтып жүр ғой. 3D, 4D, 5D дейді.
біз 4-ті 3-ті дегенге біз ойлаймыз ана суреттің 3 жақты көрінуі бізге әдемі болып көрінетін измерениесін сондай ғана қылып елестетеміз. Ары қарай бұл өмірдегі оның қандай маңызы бар екен, ол не үшін пәддіға өтеміз деп бәрі шулап жүр, не қайқа өтейін деп жатыр бұлар, не істейін деп жатыр деген сұрақтарға мен кітап тілімен әдемілеп жауап беретін боламын. Эволюция заңына сәйкес әр тұлға өз әмбебап ғарыш модулінде өмірден өмірге өте жүріп, мынау эволюцияның 7 сатысын қайталайды. Бұл қозғалыста микроцикл, мини-цикл және толық цикл деген болады. Микроцикл дегеніміз адамның осы өмірде туылып, өліп, астральный мир, одан кейін ментальный мирға барған аралық саяхатын айтамыз. Мини-цикл деген біздің ол әулетіміз, 7 атамыз, 7 атаға дейінгі ғұмырды қамтиды. Одан кейін толық цикл дегеніміз 7 атадан ары қарай ол бірнеше жүзден бірнеше мыңға дейінгі жолды қамтиды. Яғни біздің өткен жолымыз, яғни толық микроцикл деп аталады. Енді сол бірінші адам айттық қой, әмбебап ғарыш модулі бірінші менталь әлемге келеді. Менталь әлемнен 0 менталь қабықшасын қаптайды да астраль әлемге келеді. Астраль әлемнен келіп өзінің керегін алады да астраль әлемнің сыртынан 0 астраль деген қаптайды. Содан кейін ол адамның денесіне түседі, 4,5 айлық балаға анасының астраль деңгейі арқылы тартылу заңы бойынша анасына келіп түседі. Қандай әулетте, қандай мемлекетте, қандай әлеуметте туылатыны оның сол жоғарғы әлемде шешіліп қоятын болады. Жоғарғы әлемде адам сол бір циклды қайталап келген кезде дешифратор деген болады. Дешифратор, яғни сол карма заңынан негізделген. Сол жаңағы таңдау еркі сол жерде беріледі. Қандай әулетке, қандай ұлтқа баратыны сол дешифратор арқылы нақтыланады. Адам өзі уже өткен өмірлерінен не жинай алды, сол жинақталған жинағын ғана осы өмірде сүре алады. Яғни жаңағы баланың бойына, ананың бойына біткеннен кейін бала өсіп жетіледі, ол подростковый возрастқа келгенде эгосы оянады, яғни мен ойыншықтың бәрін менікі деп үйренеді. Бала кішкентай кезінде ол эгосы қалыптасады. Бұл эгоцентризм деген эволюцияның 3-ші сатысына сәйкес келеді. Одан кейін бала өсіп, физикалық денесі толыққанды дамып, примерно 25 жастарда толыққанды болып не алады, қалыптасады. Ол уже физикалық тәнді, 4-ші сатысы физикалық тәнді жетілдіру болады. Одан кейін біз не істейміз? Оқуға түсеміз. Оқуға түскеннен кейін барып жұмыс жасаймыз. Оның арасында тағы да қосымша курстар оқимыз. Яғни полный ақылды жетілдіреміз. Сана деңгейін, логиканы жетілдіреміз. Содан кейінгі этап бізде мейірім, ізгілік мейірім сатысы, яғни 6-шы сатысы. Осы 6-шы сатыға жеткен кезде, 6-шы сатыға жеткен адам ары қарай рухани дамуға кірісіп бастайды. Ары қарай ол астральдық әлемдегі не болып не қоятынын соларды зерттейді, кармаларын жабады, өзінің рух екенін түсінеді, астраль әлемге саяхат жасайды. Оның ары қарай менталь әлемге саяхат жасап, менталь әлемде ғана өзіне еркіндік алады. Өйткені оған дейін кармаға байланысты адамдарға ол не болады? Бағынышты болады, өмірі, тағдыры соған бағынышты болады. Яғни рухтың түрмесі деп айтады. Бұл фәни дүниені, осы физикалық әлемді рухтың түрмесі дейді. Рух, потому что еркіндікке шыға алмайды, өзінің жасаған қылмыстарына жауап береді, кармасын өтеді деген сияқты. Астральный мир, астральды әлем, ол да рухтың түрмесі. Ол жерде де физикалық әлемде не білдірді, соған сай деңгейге барып, сол жерде ол өтейді. Тек қана менталь әлемнің жоғарғы сатыларында ғана рух еркіндік алады. Еркіндік алып, өзінің ойын не ойлайды, сол орындалатын жағдайға жете алады. Ерік еркіндігі заңына, яғни өзінің не қалайтынын, өзінің өмірін, өзінің әлемін қалыптастыра алатын, не ойлайды, сол бола салатын жағдайға жете алады. Ал кармасы бар адамға, әулеттің кармасын өтеген адамға ондай достық жоқ. Барлығы тек қана сол
эволюция иерархия заңдарына бағынады. Енді мен сіздерге мынау кітапта көрсетіп өтейін. Міне иерархия сатылары: бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей деп. Бірінші деңгей минералдар дүниесі. Минералдар дүниесі деген бір ғана жазықтықты қамтамасыз етеді. Яғни міне тас, минералдар дүниесіне тас, топырақ, суға дейінгі класстар жатады. Бұл жерде ол тасты біреу барып қолмен қозғалтпаса, ол өздігінен қозғала алмайды. Шектеулі ма? Шектеулі. Бірінші біз айттық, минерал топырақ болып жаратылдық деп айттық. Ол шектеулі. Екінші деңгей өсімдіктер дүниесі. Өсімдік не істей алады? Ол тіке жоғары қарай өсе алады. Болды. Ол өздігінен қозғала алмайды. Жел болса кішкене желмен қозғалады. Атак ол қозғала алмайды. Сол себепті бұл шектеулі ма? Шектеулі. Одан кейін үшінші жануарлар дүниесі, және осы дүниеге адамдар да кіреді. Яғни олар жоғары қарай өсе алады, еще плюс оңға, солға, алға, артқа деген сияқты қозғалыстар жасай алады. Шектеу бұрын алдыңғыдан сәл кеңейді. Енді төртінші саты ол саналы тіршіліктер дүниесі, тіршілік иелері дүниесі дейді. Бұл кезде сіз өзіңіздің сезіміңізбен, сіз ойыңызбен, ақылыңызбен кейбір шектеулерді шегеріп тастай аласыз. Одан кейін астраль деген бар. Астральный мир, ментальный мир. Яғни бұл жерде де еркіндіктер. Ал биік тіршілік иелерінің дүниесіне шығу, бұл полный матрицадан шығып кету, рухыңа полный еркіндік алып беру. Негізгі жете алмай жүрген даму деңгейіміз осы. Барлық адамның құлап, сүрініп, кармасын өтеп, неғып жатқаны, мынау үшінші деңгейде олар кармаларын өтейді. Мынау астральный мирді зерттейді. Мына жеті шиыршық спираль, мына жеті шиыршықты толтыру керек. Осы жеті шиыршық толған кезде ментальный мирға мүмкіндік алады. Ментальный мирдағы шиыршық толтырған кезде биік тіршіліктер дүниесіне адам мүмкіндік алады. Яғни өзін еркіндікке, шексіздіктің бір бөлігі екенін түсінетін жағдайға жеткізеді. Яғни бұл рухтың да эволюциясы. Біз деген тек қана денемізді ғана ойлап жүрдік қой, адам ретінде бала тусақ болды, ақша тапсақ болды, бір деңгейге жетсек болды десек, жоқ, рухымыздың да мақсаты бар екен, рухымыздың да жететін деңгейлер бар. Олардың жоғарғы әлемде өздерінің иерархиялары бар. Ол рухымыздың өзінің класстары бар. Ол рухымыз да өзін жетілдіру үшін бірнеше нәрселерді істеуіміз керек. Сол рухымыздың миссиясын орындамаған кезде жаңағы бізден ақша болмай қалады, ауырамыз, қарым-қатынаспен проблемалар болады. Яғни мынау физикалық әлемге бізге маңызды нәрселермен бізді қысады. Давай, миссияңа кіріс. Үйіңді салдың, балаңды тудың, жейтін тамағың бар. Все, давай. Денің сау кезде мынау рухыңның миссиясында орында дейді бізге. Миссиясында орында дейді. Соны біз түсінбей, неге ужас өмір болып кетті деп бәріміз. Енді ол қорқытқаным емес, ескерту, сіздерге ескерту. Осы видеоны көріп отқан адам болсаңыз, бұл сізге деген белгі, Құдайдың мен арқылы сізге айтып отқан белгісі. Сіз өзіңізді ойланып, рухымның да миссиясы бар екен ғой, оны қалай істеймін деп ойланып, ізденіп бастаңыз. Егер сіз ізденбейсіз ба, хуже, ары қарай сізді сыға береді. Бәрімізде ешкім бұл рухани жолға бір өзі ойланып, бір жақсы болғаннан келмейді. Бәрімізде проблемамен қысылып келдік. Басында бәрімізде де сол проблемалар болды. Ішкі күйзеліс болды, жүрегің сығады, ұйқы жоқ, не істеп жатқанын өзің түсінбейсің. Бұлыңғыр бұлттардың арасында жүрген сияқты, мас адамдар сияқты непонятный состояниеде жүрген кезде мынау рухани жолды ізденіп бастадық. Оған дейін түсінген жоқпыз, ақшаның артынан қуып жүрдік, осы жалған дүние мәңгілік дүние екен сияқты ойлап қалдық. Оказывается, мәңгілік дүние басқа екен, оның өзінің ережелері бар екен, оның эволюциясы, иерархиясы бар екен. Соны түсінгеннен кейін мен сіздерге түсіндіріп бастап жатырмын. Өйткені енді көп адам өзінің рухының жолын іздейтін болады. Соларға ақпарат керек, адам керек, чтобы жол көрсететін. Сол себепті осы видеолар түсіріліп жатыр. Мүмкін мен болашақта рухани ұстаз боламыз сіздерге. Біз бір-бірімізге көмектесеміз.
мен өзім біліп алдым, болды, қалғандар не істесе осы істесін деген әңгіме жоқ. Білдің ба, бөлісесің, жетілдің ба, көмектесесің деген принциппен өмір сүреміз. Маған алдыңғы буындар маған көмектесті, мен өзімнен кейінгілерге көмектесем, яғни иерархия. Көрдіңіз бе, бүкіл нәрсе жоғарыдан төмен қарай иерархия, или төменнен жоғары қарай, или жоғарыдан төмен қарай иерархия ағынымен жүріп отырады. Сол сияқты әулетте де сіз білесіз, то, что мама папаңыз ескі жолмен жүріп жатқанын бәрін түсінесіз, бірақ та отырып алып, ақыл айтып, ұрысып, оларға қарсы сөз сөйлеуге мүмкіндігіңіз жоқ. Өйткені сіз иерархия заңына бағынасыз. Ол кісі үлкен, сіз оның баласысыз. Сізден кейін сіз балаңыз, яғни жоғарыдан төмен қарай. Үлкен адам, сіз кішісіз ба, үлкенді сыйлайсыз. Өйткені қалай болсын солай, ол кісі сізден 1 жыл бұрын ерте туылса да, бір көйлекті ерте тоздырды деп айтады ғой, оның үлкен мәні бар. Өйткені ол сізден 1 жыл бұрын ерте келіп, мына дүниенің азабын сізге қарағанда көбірек көрді. Сол үшін сіз оған сый құрмет танытуыңыз керек. Сол сияқты біз ойлаймыз ғой, енді мейлі үлкен болып туылғаны бар, дәрежесіне қарай, мына өмірде енді бастығымыз дейміз, оған қарамаймыз, және де оның социальный жағдайы менікінен жақсы деген сияқты сыйлау емес. Ол сізге қарағанда қиыншылықты көбірек көрген адам. Сол сіз оның басқа дәрежелер емес, ложный дәрежелер емес, шынайы дәреже. Ол қаншалықты азап көрген, соның деңгейінде сіз ол кісіге сыйластық білдіресіз. Мұнда кітапта жазылған: тіршілік иесі, егер дейді, әмбебап ғарыш модулінің ұшар басында ең құрығанда шиыршықтың алғашқы орамы табылған болса, дейді, 4 өлшемді эволюциялық кеңістікте орналасқан саналы тіршілік иелерінің дүниесіне туннель ашылады. Яғни мынау үшбұрышты пирамиданың мына бір спиралі пайда болса, ол уже 4D. Біз жаңа айтып отқан 4, мынау 3D, үш өлшем 3D. Яғни жануарлар дүниесінен саналы тіршілік иелеріне біз бара жатырмыз. Яғни мынау 3-ші өлшемнен кейін бір спираль пайда болса, яғни хотя бы сіз өзіңізбен болып жатқан жағдайларға айналаңыздағы адамдар кінәлі емес, өзіңіз кінәлі. Мен өзім кінәлімін, өзімге жазып келген тағдырым бар, өзімнің осы рухтармен құрған контрактым бар, сол контрактыны үзуім керек. Менің өткен өмірден алып келген кармаларым бар, өз өміріме өзім жауаптымын деген түсінікке келген кезде, сіз 4D-дасыз. 4D-дан кейін ары қарай жетілдіресіз. Мына кітаптың ішіндегі ғарыш заңдарын оқисыз, ізденесіз. Ары қарай санаңызды кеңейтіп, рухыңыздың деңгейінде ойлай алатын жағдайға жеткен кезде, және рухыңызбен біріккен кезде, сіз оның ар жағындағы биік тіршілік иелері дүниесіне өтесіз, яғни 5D-ға, шексіздікке өтесіз. Мына шектеулерден шығып, шексіздікке өтесіз. Шектеу деген жаңағы санаңыздың шектеуі. Сіз жылап отырсаңыз, күйеуіңіз кінәлі, сіз жылап отырсаңыз, енеңіз кінәлі, сіз ауырып отырсаңыз, дәрігер кінәлі, балаңыз ауырып отырса, педиатр кінәлі, түнімен жылап мазаңызды алғаныңыз үшін балаңыз кінәлі. Яғни ол деген шектеулі сана. Барлығын өзгеге арта салу. Өзіңізге жауапкершілік аласыз, сол кезде сіздің шектеуіңіз біртіндеп кете бастайды. Сөйтіп өзіңізді дамыту арқылы шексіздікке, яғни ғарышқа шығасыз. Айтылғанға ертегі сияқты естіледі. Ертегі сияқты естілсе де, бұл ақиқат. Басында бәріміз солай күдікпен қарадық. Мен тем более точная наука, медицинаның адам болғаннан кейін маған міндетті түрде дәлел керек, бәрін подтверждать ету керек. Күдікпен қарадым мен де. Қанша уақытымды бос өткізіп алдым. Мені ситуациялармен, қиындықтармен сабалап атса да түсінбей мойындаған жоқпын біраз уақытқа дейін. Сол мен өткен қиыншылықтарымды, менің қателіктерімді сіздерді қайталамасын деп айтып отырмын. Белгі алдыңыз ба, көрдіңіз ба, түсініп, ойланып бастай беріңіз. Білмесеңіз, маманға жүгініңіз, хабарласыңыз, жекеге жазыңыз. Мен әрдайым көмекке дайынмын.
Енді сіз егерде дейді ауыр қылмыс жасаған, әсіресе ол қылмыс дейді аналық негіз, аналықтың женская энергия, яғни жаратушы сипаты бар әйел адамдар, әйел адамдарға қандай да бір қылмыс жасасаңыз дейді, ол өйткені мысалы ол әйел баласы программамен өзі туылған кезде жазып келді, мен 5 ұрпақ алып келемін, 5 ұрпақтан ары қарай тағы ұрпақ тарайды, яғни ол көбеюдің негізіндегі адамды сіз каким-то образом қылмыс жасап өлтіріп қойып ары қарай оның ұрпағының өрбуіне кедергі жасасаңыз, сіз автоматом келесі өмірге өліп кете, одан кейін өлгеннен кейін сіз қайтадан адам болып туыла алмайсыз. Сіз аласыз да анау жануар болып туыласыз. Қандай да бір жануар болып туыласыз. Сізге адам болып туылуға құқығыңыз жоқ сіздің. Сіз не имеете право, өйткені сіз адам деген жаратылысты бағаламадыңыз, қиянат келтірдіңіз, қылмыс жасадыңыз. Сол үшін сіз недостойнысыз, орысша айтқанда. Мен бұның бәрін оқып зерттеп көзім банкі болып, мынау сіздердің айтып жүрген тозақ оты деген бұның жанында ойнамай қалады. Вы представляете, қандай иерархиядан сіз төмен түсесіз. Одан кейін сіз жануар адам болып жүріп, бір жануарлармен де контрактқа отырып келеді екенбіз. Сен келесі өмірде менің итім боласың, мен саған мейірім махаббатпен тамағыңды беріп уақытында үстіңді жуып қараймын, екеуміз сөйтіп кармамызды үземіз деп жануарлармен де атыңыз болады мысалы, бір адамдар атты өте қатты жақсы көреді, бір адамдар яғни құс ұстайды үйінде мысалы, соларды жек көрінішпен или қылмыспен сол жануарды өлтіріп қойса, онда ол адам өлгеннен кейін жоғарғы әлемде ол адам болып келіп туылу түгілі жануар да болып келіп туылуға мүмкіндігі болмайды да, автоматомна өсімдік деңгейге түсіп кетеді. Өсімдіктердің деңгейіне түсіп кетеді. Егер де адам, яғни ол қайтадан бірнеше миллион жыл өсімдік болады, одан кейін жануар деңгейіне көтеріледі, одан кейін барып адам болып туылуға рұқсат алады. Адам болып туылудың мәнін түсінсеңіздер, сіз қазір болып жатқан жағдайға жылап отырмайсыз. Сіз артыңызда миллиондаған жылдар қандай жолды өтіп келгеніңізді ойласаңыз, сіз жылап отырмайсыз. Жоғарғы әлемде рухтар деңгейінде рухтар жерге түсу үшін қалай талас болатынын, оны сіз заслужить етуіңіз керек екенін түсінген кезде вообще ойланасыз ғой, вообще ойланасыз. Сіз қазіргі өміріңізді бағаламағаныңызды есіңізге аласыз. Сосын егер де адам осы өмірде қандай да бір геноцидке, мысалы қандай да бір ұлтқа қырып жіберуге, олардың өсіп өнуіне кедергі жасаса, адамзат баласын түбегейлі жоятын немесе солардың эволюциялық жолын иемденгіңіз келіп қылмыс жасасаңыз, онда сіз сол о дүние деп айтып жүргеніміз арғы әлемге барғанда, аруақтар әлеміне барған кезде сізді алады да, жануарлар дүниесіне де сіз сәйкес келмейсіз, өсімдіктер дүниесіне де сәйкес келмейсіз. Сіз тек қана қайтадан топырақ болып жаратылуға лайықты боласыз. Көрдіңіз бе, бұл эволюцияның мәнін білмеген кезде түсінбейміз. Біздің қазіргі болмашы бір дүниелер үшін ар намысымызды айырбастап, қандай да бір қылмыстарға барып, қандай да бір сатқындықтарға барып атқанымыз біздің настолько роль ойнайтынын түсінуіміз керек. Эволюцияның сіз адам болып жаратылып келіп, қайтадан топырақ болып жаратылуға мүмкіндік алғаныңыз өте өкінішті, аянышты. Сіз аласыз да бірнеше жолыңызды, эволюциялық жолыңызды, бірнеше жылдық ғұмырыңызды аласыз да X деп, удалить деп басып, өзіңіз өз қолыңызбен какой-то бір нәпсіңізді игере алмай, ашуыңызды игере алмай, ішіңіздегі ашу ыза, қара ниетіңіздің ырқына көніп, соның артынан еріп, артыңыздың бәрін жойып тастадыңыз. Болды, пустота. Болды, қайтадан топырақтан бастап дамуды мойныңызға аласыз. Енді мына кітапта жазылған, қазір переход уақыты, үлкен эволюциялық айналым жүріп жатыр.
дәл қазір сіз сөйтіп қылмыс жасап, біреуді өлтіріп, біреуді ұлтқа зияныңыз келтіріп, ұлттың жүріп отқан жолын өзгертіп, болмайтын бір ақша, наркотик, анау мынау деген сияқты қара басыңыздың қамын ойлайтын заттарға сүйеніп, сіз үлкен анау өсіп өніп жатқан жолға қандай да бір эволюцияға кедергі жасасаңыз, болды, қайтадан топыраққа барасыз. Қайтадан топыраққа барасыз. Сіз сонда артыңыздағы 4000-5000 өмір, үшін миллиондаған жыл өсімдік, жануар, топырақ болып, пока сіз бүйтіп қалыптасып келіп, адам болуға құқық алып, бірнеше ғұмырыңыздың бәрін шорт кесесіз да, икс дейсіз да, бәрін жоқ қылып жібере саласыз. Ол тозақ, ана тозақта күйесің, күйген жақсы, ол қайта тозақта күйіп, оның азабын татқан ол мынаның қасында әлде қайда жақсы, если честно. Ол сіз түбіріңізбен рух ретінде жоқ болып кетесіз. Жоқ болып голограммадан өшіп кетесіз. Менің айтқым келгені осы. Бұның мәнісін түсініңіздер, алға қарай жылжыңыздар, алға қарай өсіңіздер, өзіңізді зерттеңіздер деп мен үндеу айтқанды қоймаймын. Өйткені мен адамзатқа қандай да бір көмегімнің тигенін қалаймын. Бәрін біле тұра мен айтпай тоже отыра алмаймын. Мені де түсініңіздер.